Оңтүстік Қазақстан облысында тұқымы құрып бара жатқан соң қызыл кітапқа енгізілген қаратау арқары көбейе бастады. Олар мекендейтін тау жоталарында әлемде өте сирек кездесетін дәрілік қасиеті мол өсімдіктерде өседі. Қаратау мемлекеттік табиғи қорығында бас қосқан еліміздің орманшылары мен ғылыми қызметкерлері өсімдіктер мен жануарлар әлемін молайту жайын талқылады. Тарихта Хантақ атауымен белгілі жотаға біздің түсіру тобымызды бастап шыққан қорықшы Айдос Әлшереев үшін Қаратаудың әрбір тасы қымбат. Өйткені оның балалық шағы осы жерлермен астасып жатыр. Соңғы жылдар қорық аумағында аң-құстың саны артқан. Оған сұғанақтыққа тосқауыл қою арқылы қол жеткіздік дейді орманшы. Көктемгі санақпен 300 басқа жетіп отыр. Әлде алдымызда төл күтіп отырмыз. Құдай қаласа нақты санақ күзгі санақта болады. Қазір енді біз қалың қыстарда бұларға биотехникалық шара бойынша тұз себіледі, және жем-шөптер шашылады. Қосымша мына күзеттің арқасында, осы тыныштықтың арқасында таудың арқарлары қазір осы көзге көрінеді. Қорықты мекендеген жануарлар мен өсімдіктер дүниесін түгендеп зерттеу мақсатында арнайы ғылыми танымдық кешен құрылған. Онда табиғат сақшылары еліміздегі зоология және ботаника институты мен жас ғалымдармен бірлесіп жұмыс атқарады. Саяхатшыларға арнайы танымдық туристік бағытта жасалған. Ғылымдық таным кешеннен Қантағы тауына дейін жаяу маршрут, және де бізде аттылы маршруттарға жағдай жасалған. Ашылғалы бері осынша қаншама салалар жұмыс істеп, міне осы талдар көбейтіп, табиғатты сүюге, экологияны жаңартуға, ағартуға сол қаншама ат салысып жұмыс істеп жатырық. Қаратау тәжіне баланған Кентау қаласында бас қосқан еліміздің орман қорықшылары табиғат байлығын молайтып, оны болашаққа жеткізу жайын жан-жақты талқылады. Қаратау бөктерін жалпы құстардың 118-ден астам түрі тұрақты мекеніне айналдырған. Оның 12-сі Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Бұл аумақта жалпы өсімдіктердің 700-ден астам түрі өседі екен. Оның 40-қа жуығы дәрілік шөптер дейді мамандар. Енді дейтініміз тек қана бірегей сол жерде өсетін өсімдіктердің түрлері осы Қаратау мемлекеттік табиғи қорығының Қаратауда өседі. Басталған заңда оның бәрі болғаны 86 түрі дейтін еді, қазір біз оны 88-ге дейін жеткіздік. Ол деген біздің осы 10 жылдың ішіндегі жеткен жетістіктеріміздің біреуі. Жалпы 34 мың гектардан астам аумақты алып жатқан табиғи қорықта жыл санап аң-құстың саны артуына байланысты мамандар болашақта оның жер көлемін көбейтуді көздеп отыр. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, Оңтүстік Қазақстан облысынан.